Ассаламу алейкум всем. Приветствую зрителей, подписчиков моего канала. Вот сегодня хотел немного заснять видео про такого жеребенка, который остался без матери. Как он подрос. Получается, в месячном состоянии его мать погибла. Сегодня уже ему 2,5, кажется. Такой жеребчик. Кормим молоком его кобыле. Правда, днем ест, ночью не ест. Да, с характером, блин, хоть и маленький, но с характером. Не скажу, что жирный, справный, но кости есть, мясо оно растет, как говорится. Кормим им, да, все даем, и зерно, и так ест. Молоко пьет. Витамины колол ему. Сегодня решил его выпустить с телятами, чтобы побегал. Так что не успел заснять. Ну, он такой ночной. Он же еще ребенок. Токтамыш по кличке. Телята от него в ужасе. Не құрметті қазақ елі. 2 айлық құлын жетім қалған. Биыл. Шешесі өліп қалды. Бие. Содан бері үйде сүт беріп, сосканы берген, сосканы жыртып тастайды екен. Сосын әзер шелекке үйретіп, енді бұзау сияқты шелектен ішеді. Бүгін бұзаулармен бірге қойғам. Кішкене үйренсін деп. Күзге қарай, сосын Алла қаласа мүмкін далаға шығарам. Мал баққанда өзімен бірге көзінің алдында жүрсін. Қазір шығарып тастасам, айғыр шайнап тастайды. Манатында айғыр көп. Солай. Тоқтамыш. Бие кішкентай өлі болған, қазақи. Әлі үйренбей жүр ғой бұзауларға. Бүгін бірінші күн шығарғам. Білмеймін, көреміз енді. Сат жүрем бі, мүмкін сат жүрем. Қыста бейнет болады бізге. Оны күнде қарайтын. Уақыт болмайды қыста. Көреміз енді. Қалай болады. Өп-өттек. Құрттай. Загон тазалау керек. 1-2 күнде погрузчик келеді.
тазалайын. Негізі мынандай жетім қалған құлындар мықты болады дейді. Рас болып өтірік па? Жақсы айғыр шығады. Менде бір 10 жыл бұрын жетім құлын болған. Жақсы айғыр болған. Әлі биелер келген жоқ, қазір биелер келеді. Қамайым. Мына құлын үшін биелерді байладым. Сауға. Тоқтамыш. Өзі қорадан шықпайды өзі. Қазір. Вот, уважаемые подписчики. Вот такой жеребчик. Сиротка. Сегодня выгнал его сюда, побольше в загон, чтобы бегал. Потому что когда бегает, будет расти. Кости будут укрепляться. Он что, стоял в сарае. Это месяц, больше месяца стоял. Стоит, ест, пьет с ведра кобыле молоко. Крепыш, если с казахского переводить на русский. Ручной. Ручной. Телята от него в ужасе. Молоко хочет. Кобылы еще не пришли. Сейчас кобылы придут. Сегодня что-то задерживается.